Әріптестер, менің каналыма қош келіпсіздер. Мен сіздермен сабақта өтілетін жақсы әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламын. Сол үшін менің арнама тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Құрметті әріптестер, керемет семинар болып жатыр. Әсіресе тренингтеріміз соңғы өз мектебіме бара салып осы тренингті өткізгім келіп кетті. Өте көп жаңа әдіс-тәсілдерді көрсетіп жатсыздар. Еңбектеріңіз жана берсін, шығармашылық табысыңыз. Рахмет. Ал енді жаңағы осы тренинг басталғалы біз билеп кірдік, әріптестер. Енді мен оны өзім қалай түсіндім. Біз ертеңнен кешке дейін жұмыс істеп, демалуға уақыт бөлмейді екенбіз. Соны ұмытпаңыздар, соны еске салдыңыздар сіздер. Жұмыстан бөлек демалу керек екен. Енді сосын мына жерде мына шеңберге тұрып жаттығу орындадық. Ол жерде үнемі тығыз байланыста бірлесіп жұмыс істеуімізді ұсындыңыздар. Сөйтіп ескерттіңіз, еске салдыңыздар бізге. Үнемі ата-анамен, оқушымен мектеп бірігіп жұмыс жасауымыз керек деген. Енді мына жерде тақырып өте ауқымды, өте маңызды тақырып. Енді әріптестерімізден өзімізге жаңағы ойымызға түйіп болатын бір құнды ақпараттар айтылды. Рахмет. Құрметті әріптестер, бүгін ұйымдастырып отырған сіздердің семинар практикумға келгенде өте қуаныштымын. Өзіме алғаным өте көп болды. Спорт залға келген шыны керек, шаршап келген болатынбыз. Бұл жердегі сіздер шеңберге тұрып, жаттығу орындағаныңыз бірлік, ынтымақтастықты көрсетті. Әрқашанда бірлік түбі береке деген бірге жұмыс істесек, бәрінде жеңетінімізге сенімді болдық. Және қазір өте қатты ұнағаны әрқайсымыз өзіміздің мінезімізді білгеніміз. Ол мен де барлық өзім ұжымға жасағым келіп кетті. Шынымен де өзімізге сәйкес келеді екен. Өте үлкен рахмет айтамын сіздерге. Тек қана еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Әріптестерім барлығына тілерім, алдыларыңызда отырған оқушыларыңыз аман, тек қана биіктен көрінетін мықты тұлға тәрбиелеп еңбегін